Аймақ басшысының төрағалығымен селекторлық режимде облыстық әкімдіктің отырысы өтті. Күн тәртібінде 4 сұрақ шығарылды. Мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беру, жолаушылар тасымалы мен жол қозғалысының қауіпсіздігі тақырыптары талқыланып, тиісті басшыларға бірқатар міндеттер жүктелді. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мүмкіндігі шектеулі 4731 бала бар. Оның 1500-ге жуығы мүгедек. Ағымдағы оқу жылы жеке бағдарламалар бойынша 312 бала үйде білім алады. 195 баланың үйінде компьютер орнатылып, интернет желісіне қосылған. Интегрированный в учебный процесс 1600. Облыс бойынша 336 жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі 1659 бала білім алады. Негізінде бұл психикалық тұрғыда шектеулі, тілдері дұрыс дамымаған, көздері дұрыс көрмейтін балалар. Орта мектепте ашылған шағын орталықтарда мүмкіндігі шектеулі балаларға барлық жағдай жасалуды дейді басқарма басшысы. 5 балабақшада 9 арнайы топ жұмыс істеп жатыр десе де, кейбір аудандарда логопедтік пункттердің жетіспеушілігі байқалса, Уәлиханов ауданында ол мүлдем жоқ. Аймақ басшысы мәселеге байланысты аудан әкімдеріне міндеттер жүктеді. Тимирязев, Тайынша аудандарының әкіміне келесі жылдың 1-3 айлығы аяқталғанша психолог пен педагогикалық түзету кабинеттерін ашуға, ал Уәлиханов ауданының әкіміне логопедтік пункт ашуды жүктеймін. Жолаушылар тасымалы және жолда жүру қауіпсіздігі күн тәртібіндегі келесі сұрақ. Бүгінгі таңда облыс бойынша 216 автобус бағыты бар. Айта кеткен жөн, былтырғымен салыстырғанда елді мекендерді автобуспен қамту 17%-ға өсіп, барлығы 93%-ды құрады. Мамандардың айтуынша, заңсыз жолаушы тасымалдаушылар негізгі проблема болып тұр. Бұл облыста көлік санының күрт көбеюінен орын алып отыр. Көлік алғанның көбі нәпақасын кісі тасып тапқанды жөн санайтын көрінеді. Данная проблема носит общереспубликанский характер. Бұл республикалық деңгейдегі мәселе деп есептеймін. Оны шешу үшін біршама шаралар ұйымдастырылды. Мұның бәрі көрші мемлекеттен биыл алынған көліктер санының күрт өсуінен. Мысалы, былтыр 2731 автокөлік алынса, биыл 13225 көлік әкелінген. Көрші мемлекеттен алынған көлік санының 5 есе өсуіне қарамастан, біздің облыс республика бойынша жол көлік оқиғасы ең аз орын алған аймақ болып табылады. Мұны мониторинг қорытындысы көрсетіп отыр. Ерік Сұлтанов бұл бағыттағы жұмыстарды ары қарай жандандыру қажет деді. Усиливайте работу. До конца года у нас есть потенциал. Жол апаттарының азаюында әлеуетіміз жақсы. Біз жөндеу жұмыстарын жүргізудеміз. Бұл да жол апаттары көрсеткішінің төмендеуіне сеп болмақ. Қала әкіміне және аудан әкімдеріне осы тұстағы жұмыстарды жалғастыруды тапсырамын. Жалпы күн тәртібіне 4 сұрақ шығарылды. Барлық мәселелердің орындалуы аймақ басшысының бақылауында болмақ. Назерке Ғалам, Орал Амренов, ақпарат.